Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Корпоративтік басқару пәні бойынша жаппай ашық онлайн курсымыздың соңғы тақырыбының екінші жартысын талқылайтын боламыз. Бұл тақырыптың барысында бірқатар сұрақтар қарастырылады. Тақырыптың атауы корпоратив басқарудың жаңа парадигмасы. Корпоратив басқару нарығындағы жаңа трендтер, институционалдық шындық. Соңғы жылдары жаһандық нарықтар түбегейлі өзгерістер бастан кешуде дәстүрлі қор опциондары оның өзінің тиімділігін жоғалтып, жаңа деректер гринвошинг феномен пайда болды. Ал геосаясат форс-мажорлық фактордан күнделікті операциялық тәуекелге айналды. Біз бүгін менеджментті ынталандырудың жаңа дизайнын, геосаяси комплаенс құралдарын және еуропалық корпоративтік басқару жүйесін сілкіндірген Wirecard апатының институционалдық сабақтарын қарастыратын боламыз. Топ менеджментті ынталандырудың институционалдық дизайны, опциондық айна шарғылардан ұзақ мерзімді құндылыққа көшу. Соңғы 40 жылда акционерлер мен менеджерлер арасында мүдделер қақтығысын шешудің басты құралы қор опциондар болып келді. Менеджерді акционер сияқты ойлауға мәжбүр ету идеясы теорияда мінсіз көрінгенмен практикада терең агенттік осалдықтарды ашып берді. Менеджмент қысқа мерзімді перспективада опциондарды жүзеге асырып, жеке пайданы барынша арттыру үшін оппортунистік мінез құлықтың келесі күрделі формаларын қолдана бастады. Ол акцияларды кері сатып алуды теріс пайдалану, share buybacks, еркін ақша ағындары ұзақ мерзімді емес нарықтан өз акцияларын сатып алуға жұмсалады. Бұл бір акция шаққанда пайда көрсеткішін жасанды түрде өсіріп, опцион орындалатын сәтте акция бағасын уақытша жылдамдатады. Бірақ компанияның ұзақ мерзімді қаржылық қуатын әлсіз етеді. Және бэкдейтинг деген ұғым да бар бұл жерде. Опциондарды беру мерзімін акциялардың ең төмен болған күніне артқа шегеріп манипуляциялау менеджерге ешқандай күш жігерсіз қағаз жүзіндегі пайдаға кепілдік берді. Жаңа буынның өтемақы архитектурасына тоқталып өтейік. Бұл деформацияларды жою үшін қазіргі корпоративтік басқару нарығы ұзақ мерзімді құндылықты қалыптастыру модельдерін енгізуде. Оның негізгі 3 элементі бар. Ұзартылған иелену кезеңдері, clawback шарттары, EVA плюс ESG интеграциясы. Ұзартылған иелену кезеңдері кезінде топ менеджерлерге акцияларға меншік құқығының өту 5-7 жылға созылады. Сонымен қатар пакеттің қомақты бөлігі басшы отставкаға кеткеннен кейін де бірнеше жыл бойы сатыла алмайды. Clawback шарттар: егер кейінгі жылдары компанияның қаржылық нәтижелері бұрмаланғаны немесе менеджердің дөрекі комплаенстарға жол бергені анықталса, директорлар кеңесінің бұрын төлеген бонустар мен опциондарды мәжбүрлі түрде қайтарып алу және жою жөніндегі заңды түрде бекітілген құқығы болып табылады. EVA плюс ESG интеграциясы сыйақы бухгалтерлік пайдаға емес, тартылған капиталдың толық құнын шегеріп тастағандағы таза пайда көлеміне байланыстырылады. Ол қалыптасқан экологиялық және әлеуметтік экстерналиялардың шамасына түзетіледі. Келесі слайдқа өтейік қазір. Бұл слайдта біз келесі сұрақта бүгінгі сабағымыздың екінші сұрағын қарастыратын боламыз.
Директорлар кеңесінің қадағалау құрылымындағы қаржылық емес тәуекелдер және геосаяси комплаенс. Бүгінгі таңда жаһандық құқықтық кеңістіктің фрагментациялану нәтижесінде геосаяси тәуекелдер сыртқы форс-мажор сапасына эндогенді операциялық тәуекелдер санатына ауысты. Санкциялық соғыстар, экспорттық бақылау және жеткізу тізбектерінің үзілуі директорлар кеңесінің геосаяси комплаенс жүйесін құруға мәжбүр етті. Директорлар кеңесі қолданатын үш негізгі институционалдық құрал: сценарийлік модельдеу, шығындарды азайтудың just in time моделінен сенімділіктің моделіне көшу. Just in time моделінен just in case, яғни әркез дайын моделіне көшу, жалғыз ұлттық юрисдикцияға тәуелділікті жою. Автоматтандырылған санкциялық комплаенс. Контрагенттерді соңғы бенефициарларды және банктік транзакцияларды әртүрлі мемлекеттердің қиылысатын санкциялық режимдеріне сәйкестігін үздіксіз скрин тестілеуден өткізетін IT жүйелерді енгізу. Және үшіншісі, холдингтік құрылымдарды реконструктуризациялау, активтерді классикалық офшорлардан мамандандырылған ұлттық құқықтық хабтардың немесе дос елдердің юрисдикцияларының пайдасына шығару. Бұл жерде заңды ескерту бар. Жан-жақты геосаяси және санкциялық аудит жүргізбестен ірі халық аралық жобаны мақұлдаған директор активтер жоғалған жағдайда ұқыптылық міндетін duty of care бұзғаны үшін жеке мүліктік жауапкершілікке тартылады. Келесі сұрақта қарастыратымыз деректер гринвошингі және тұрақты дамуды верификациялаудың жаңа стандарттары. Бұл жерде неге тоқталған жөн? Бұл жерде ESG көрсеткіштері капитал құнының қатаң детерминантына айналған сайын менеджменттің ақпараттық оппортунизмінің жаңа форма директор гринвошингі пайда болды. Бұл рейтингтерді жасанды көтеру үшін қаржылық емес деректерді әдейі манипуляциялау болып табылады. Менеджмент қолданатын негізгі олқылықтар: базалық жылды бұрмалау, шығындарды азайту есебі үшін бастапқы нүкте ретінде өндірістік шығарындылардың аномальды жоғары болған жылды таңдап нақты инвестициясыз айтарлық прогресті көрсету. Және лас өндірістерді аутсорсингке беру. Ең көп өміртегі бөлетін кезеңдерді дамушы елдердегі мердігерлерге беріп, өздерінің Scope 1 and Scope 2 көрсеткіштерін ресми тазарту, бірақ биосфераға келетін нақты жиынтық зиянды Scope 3 жасыру. Бұған жауап ретінде 2025-26 жылдары қаржылық емес деректерді верификациялану түбегейлі жаңа стандарттары енгізілді. Scope 3 алып тастау бұл жиынтық зиянды сақтап қалады. Ары қарай қарастырайық. Жалпы келесі сауалда қаржылық емес деректерді верификациялаудың жаңа стандарттарына тоқталамыз. IFRS S1 and IFRS S2 стандарттарының енгізілуі қаржылық емес деректер корпорацияның қаржылық контурының ажырамас бөлігіне өміріне айналатын дәуірдің басталғанын білдіреді. Директорлар кеңесі аудит жөніндегі комитет арқылы көміртекті метрикалармен манипуляциялау мүмкіндігін жоққа шығаратын ішкі бақылау жүйесін құруға міндетті. Сыртқы капитал провайдерлері дисконттау мөлшерлемесін есептеу кезінде ESG есептілігі тәуелсіз криптографиялық және инструменталдық аудит процедурасын өтпеген эмитенттер үшін жоғары тәуекел сыйлық ақысын белгілейді. Бұл деректердің ашықтығын
нарықтық бәсекеге қабілеттіліктің негізгі факторына айналдырады. Келесі слайдқа өтейік. Мұнда бір практикалық кейске тоқталып өтейік. Wirecard AG комплаенс апатына. DAX индексіне кірген германиялық финтек корпорация Wirecard AG электрондық төлемдермен айналысқан нарықты капиталдандырылуы 24 миллиард еуродан асып, Deutsche Banktың құнына асып түскен компания. Еуропалық цифрлық экономика табысының басты символы ретінде көрсетіліп келді. Алайда 2020 жылы теңдессіз жанжал бұрқ ете түсті. Мұнда қандай жағдай орын алды? Бұл жерде 2020 жылы маусымда оның балансының 1/4 құраған 1,9 миллиард еуроның іс жүзінде ешқашан болмағандығы анықталды. Пайда 5 жыл бойы үшінші тарап серіктестермен жалған транзакциялар арқылы қолдан жасалынып келген. Бұл апат Германияның екі буынды корпоративтік басқару моделінің жүйелі сәтсіздігін ашкерледі. Бақылау кеңесінің біліктіліксіздігі. Мұнда кеңес мүшелерінің финтех саласында базалық когнитивті құзыреттер болмады. Аудит комитеті бұзушылықтар туралы тікелей сигналдарды елемеді. Сыртқы аудиттің соқырлығы. Аудиторлар азиаттық сенімді өкілдердің қағаз жүзінде хаттардың көшірмелерін миллиардтаған еуроның дәлел ретінде қабылдап, кастодиандық банктерге тікелей сұрау салуға ерінген. Және тағы бір жағдай, реттеушінің оппортунизмі. Германияның федералдық органы компанияны қорғап махинацияларды ашкерлеген Financial Times журналистердің қылмыстық ісіне байланысты қудалады. Мұнда CEO Маркус Браун мен операциялық директор Ян Марселак бастаған атқарушы менеджмент компания ішінде толық ашық еместік атмосферасын қалыптастырып, кез келген сыртқы және ішкі бақылау әрекеттерін басып тастап отырды. Wirecardтың күйреуі Германияның екі буынды корпоративтік басқару моделінің барлық элементтерінің жүйелі тиімсіздігін ашкерлейтін мысал болып табылады. Wirecard институционалдық сәтсіздіктің хроникасы. Бұнда жаңағы орын алған себептерге тоқталып өттік. Келесі слайдта еуропалық реформа және академиялық қорытындыларға көңіл аударамыз. Wirecardтың банкроттығы Германияның сенімді қаржылық юрисдикция ретінде орасан зор репутациялық нұқсан келтірді және Еуроодақтың корпоративтік басқару нарығын толық қайта құруға триггер болды. Германия үкіметі шұғыл түрде Finance Marketing Tegritagstарпункс заңын қабылдады. Яғни бұл жер неміс тілінде мына термин. Ол корпоративтікқа эволюциялық өзгерістер енгізді. Жалпы тақырыпты қорытындылай келген кезде, бұл кейстен біздің түйетініміз Wirecard кейсі цифрлық дәуірде классикалық қағаз басты корпоративтік мониторинг әдістері өз тиімділігін толығымен жоғалтатын және күрделі финтек архитектуралар директорлар кеңесі мүшелерінің жоғары цифрлық және когнитивтік сауаттылығын талап ететінін дәлелдеді. Аудит нарығын реформалау. Аудиторлар компаниялар үшін әрбір 10 жыл сайын міндетті ротациялық цикл енгізілді. Мүдделер қақтығысын болдырмау үшін бір компанияда аудиторлық қызметтерді консалтингтік қызметтермен ұштастыруға тыйым салынды. Жария қоғамдар үшін аудиторлардың салғаттығы үшін азаматтық жауапкершілігінің шегі 4 миллионнан 16 миллион еуроға дейін ұлғайтылды. Тәуекелді басқару және комплаенс жүйелерін міндетті түрде енгізу. Барлық жария акционерлік қоғамның басқармасынан сыртқы аудитке жататын ішкі бақылау және комплаенс жүйесін, сондай-ақ бұзушылықтар туралы хабарлау үшін автономды арналарды енгізу міндетті заңнамалық деңгейде бекітілді.
Қорытындылай келгенімізде Wirecard кейсі цифрлық дәуірде жаңа айтып өттік қой, классикалық және қағазбасты корпоративтік мониторинг әдістері өз тиімділігін толығымен жоғалтатын көрсететін нақты мысал болып табылады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сауалдарыңыз болса, сұрақтарыңызға қойыңыздар, жауап беруге әзірмін.